YouTube'da прокурор веб-сериалы шығып, көптің көзайымына айналып үлгерді. Ал сол сериалдың негізгі желісі шынайы өмірде болғанын білесіз бе? Теміртау қаласында қарапайым студент жалған қызметтік куәлік жасап, полиция қызметкерлерін алдап соққан. Анығын айтайық, ал сіз каналға тіркеліңіз. Бұл әрекетті 2008 жылы Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің студенті жасаған. Нұр.кз порталының мақаласында жазылған мәліметке сүйенсек, іші пысқан 20 жастағы жігіт компьютермен интернетті ақтарып отырып, президент күзеті қызметіне тиесілі қызметтік куәлік үлгісін тауып алған. Сөйтіп құжатқа аты жөнін жазып, суретін жапсырып, қағазды басып шығарған. Мұнымен тоқтамай арнайы тапсырма туралы бұйрық үлгісінде шығарған. Онда біздің бұл қызметкерді Қарағанды облысының ішкі істер департаментіне жол қауіпсіздігі шараларын тексеруге жолдаймыз деп жазылған. Ал құжаттың төменгі жағына президент күзеті қызметінің басқарма басшысы майор Көктебаев деп жазылған. Студент дәл осы есімді пайдаланған. Ол осы құжаттарды алып, облыстық жол полициясы басқармасына келіп, кезекшіге құжаттарын көрсетіп, өзін мекеме басшысына апаруын бұйырған. Қызметкер оны басқарма басшысы Болат Ахимбековке апарған. Ал басқарма басшысы жігіттің қызметтік куәлігі мен бұйрықты көргенде ешқандай күмән келтірмепті. Ол бірден орынбасарларын шақырып алып, қала көшелерін жүріп өтуі үшін студентке 2 инспекторы бар патрульдік көлік пен форма беруді тапсырған. 26 желтоқсаннан 1 ақпанға дейін қарапайым студент жалған құжатпен емін-еркін қала көшелеріндегі жол қозғалысын бақылап, полициялардың жұмысын тексерген. Қонақжай полицейлер оған пәтер немесе қонақ үй ұсынған. Алайда студент одан бас тартып, Теміртаудағы анасының үйіне қонатынын айтқан екен. Полиция басқармасы басшысы Ахимбековтың бойына алғашқы күні күдік ұялай бастады. Өйткені президент күзеті қызметінен тексеріске адам келетінін алдын ала ешкім ескертпеген еді. Оның үстіне небәрі 20 жастағы жігіт мұндай қызметке орналасуы және тексеріске келуі мүмкін еместей көрінді. Сөйтіп ол ұлттық қауіпсіздік қызметінің департамент өкілдеріне хабарласып, тексеріске келген адамға қатысты мәлімет сұраған. Алайда бірнеше күн бойы ешкім хабарласпай қойыпты. Ал бұл аралықта студент қызметтік форма киіп, көшеде бәрін тексеріп оңып жүрді. Онымен қоймай, облыстық қаржы басқармасы қызметкерлерінің жол тәртібін қалай сақтайтынын тексеруді ұйғарған. Жол полициясы экипажы оны қаржы басқармасына алып келді. Студент департамент шенеуніктерінің көліктеріндегі алдыңғы терезедегі тонировканы өз қолымен жұлып алған. Полицейлерге бұл ұнамаған, әйтсе де ол президент күзеті қызметінің өкілі болғандықтан ешкім үндей алмапты. Сол күні КНБ қызметкерлері президент күзеті қызметінде ондай адам жоқ екенін анықтаған. Оның үстіне Қарағанды облысына тексеріске ешкім жолданбағаны белгілі болды. 1 қаңтарда сағат таңғы 4 шамасында полицейлер студентті Гоголь көшесінде тұтқындаған. Студент бұл қылығын түсіндірген кезде өзін шенеунік ретінде сезініп көргісі келген айтқан. Ол бала күнінен қоғамдық тәртіпті сақтау саласында қызмет атқаруды армандаған. Сондықтан полицейлердің қызметтік көлігінің алдыңғы терезесіндегі тонировканы жұлып алғанын айтқан. Ол Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 325 және 328 баптары бойынша тергеуге алынды. Ұзақ уақыт жүргізілген тергеуден соң қылмыстық іс сотқа жолданды. Алайда облыстық прокуратура студентті жазалаудан бас тартты. Керісінше, студенттің бұл әрекетінің нәтижесінде жол полициясы басқармасы міндетіне салғырт қарайтынын көрсетті. Сөйтіп облыстық прокуратура жігітті жалған құжат жасады деп емес, құжатты ойлап тапты деген қорытындыға келді. Теміртау қаласының тұрғынынан тәркіленген президент күзеті қызметінің нөмірі 0000-501 құжаты арнайы қызметтік куәліктің үлгісіне келмейді деді сарапшы. Оның үстіне прокуратура студентті лауазымды асыра пайдаланды деген айыпқа да негіз жоқ екенін айтты. Өйткені студент ешқандай протокол рәсімдемеген. Ал алдыңғы терезесіне тонировка жапсырылған мемлекеттік көліктерге тиіскен студенттің әрекеті дұрыс деп бағаланды. Сөйтіп прокуратура қылмыстық іске қатысты сотты тоқтату туралы қаулы қабылдады. Ал студент енді мұндай әрекетке бармайтынын айтып, кешірім сұраған. Достар, видео мен ақпарат ұнаса, каналға тіркеліп кетіңіз. Бұл біз үшін үлкен қолдау.